Үйлеру bir мәңгі көктем күйгелу, Жаңатаудың қабырғасы қаланып, дүниеге тағы да бір үйгелу деп, мынау шаңырақ көтеріп жатқан жастарымыздың, мынау ғұмырлары ұзақ болсын, ата-апаларымыздың жолын берсін деп, мынау әнмен шашқымыз келіп отыр. Тойдың сәні әнмен күй. Ал ендеше сіздер үшін ән салады. Жарқын Түресінің орындауындағы әндегі ауыл туралы әнді қабыл алыңыздар. Ауылға сағыныш деген керемет әнді қабыл алыңыздар. Қазақтың тойы бітпесін, келген келіннің қадамына гүл бітсін. Әніміз тағы жүп болсын ба? Жүп болсын. Олай болсаға екі жас бақытты болсын деп Аққуарман деген керемет әнді қабыл алыңыздар. Қазіргі мынау эстрада жұлдыздары Клара әпкеміздің орындап жүрген әнін керемет қабыл алыңыздар. Екі жас бақытты болсын. Al kalır arman bir lirası, kalıp da
Mына бүгінгі таңда Әсет ағамыздың көз қуанышы, мынау тұңғышы қолдың ішіндегі Асылхан бүгінгі таңда үйленіп, үйлі жайлы болып, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, үйлеріңдер көбейіңдер, мен сендердің көптіктерімен сонау ақырет күні мақтанамын деген екен. Ендеше мінекей осындай ағамыздың қуанышы құтты болсын. Енді мынау біз бір ән жазу жасайық. Ағама деген бір кереметтей әніміз бар еді, соны осы Әсет ағамызға және де осы үйдегі жеңгейге арнасып, енді жеңгейдің қолы тимей жатқан шығар. Кәне абай бері кіріңіздер. Абай. Al kardeşim. Aynen önümüzde. Al, toz. Hayır, davay. Мынау ән көңілдің ажары, сондықтан да тоймен мынау сіздер сияқты қуанышты дастарханның басында ән айтып, шалқытып, би билеп, мынау қазір мынау сіздердің күлкілеріңізге қарап, жүздеріңізге қарап, бұрынғы мамыражай коронавирус келмей тұрған заман есіме түсіп кетті да. Сол заман қайтадан келіп, Алла тағала мынау әрбір қазақтың тойына, шаңырағынан тойдың иісін кетірмесін. Ал тағы да бір ән болсын. Олай болса, қазақтың жақсы бір қалғаны күміс маңайдан айтылды. Özgavutun son, ben ayın ay, halşılıklayır ağlar.
Allah kabul etsin. Mынау қырғыз ағайындар айтады екен ғой, үйге қанша көп кірсе сонша құт кіреді. Бүгінгі таңда мінекей ағаларымыздың іштей айтқан тілегі қабыл болсын, бізден бір әдемі ән шашы болсын. Al, to'y quti bo'lsin.
әдемі қазақи әнмен келініміз ортаға шақырайық. Жақсылықтарды өлең айтылсын, ана жаным жасы шағын еске алсын. Басқа тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бары тойы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бары тойы тойлансын. Барыңды да нұрыңды да салсыған, қошемет ағайын, ата-бабамыз тойды аңсаған. Баласына бір той жасап бере алмай, бұл өмірден өтіп кетті ау қаншадан. Баласына бір той жасап бере алмай, бұл өмірден өтіп кетті ау қаншадан. Тойыңыз болсын, құрметті ағайын, тойшыңыз болсын. Бәрекелді, рахмет. Рахмет. Сіздердің билеріңізге де рахмет. Мынау қуанышты бөліссең көбейеді, қайғыны бөліссең азаяды дейді, құрметті ағайындар. Мынау әдемі дәстүрмен, мынау салтты сақтап, мынау осынау Асылханбай ұлымыздың бүгінгі шаңыраққа түсірген Айгерімдей келініміздің жасап тұр дәстүрмен бетін ашайық. Бет ашу рәсімін Абылайдай ұлдарыңыз баянмен ашады. Жусандай түбірлі болсын, үбірлі шүбірлі болсын деп мына баянның пердесіндей тамырын тереңге жайған, ұрпағымен мың жасайтындай, кереметтей Олжабаевтардың әулетін арғарата жалғастыратындай керемет ырысты келін болсын деп баянмен ашады Абылай ұлдарыңыз. Келесі серіктей ұлдарыңыз домбыраның қош шегіндей Асылхан мен Айгерім келіндеріңіздің әнімен сәні жарасқан, мәні жарасқан, өнерлі, өнегелі, үлкенге ізет көрсететін, кішіге құрмет көрсететін, ізет көрсететін сонау кереметтей отбасы болсын деп қазақтың қара домбырасымен ашады құрметті ағайындар. Ендеше уақытты көп созбай бет ашарда бастауға рұқсат етіңіздер. Ал ағайындар, келіндеріңіз осы қара шаңыраққа оң аяқты келін болсын деген ағадал ниетпен тоғысып тұрған жас келін Айгерім де келіннің құрметіне бір алақан соғып қойға болады жар. Ай бәрекелді. Той дегенде көңіл тасады. Той дегенде мынау апаларымыз шашу шашалды. Ауылымызға түскен айда асқақ келіндеріңіздің бетін рұқсат болса Серік, Абылай және Бағдат деген ұлдарыңыз бетін ашады. Келіндеріңіз анау жерден жібек көтергендей иіліп сәлем салған кезінде ағайындар бір қошеметтеріңізді, айқайларыңызды, қиқуларыңызды аямай отырыңыздар. Той құтты болсын ағайын. Ал, құрметті ағайын, жиналған қауымға бүгінгі тойға қош келіпсіздер. Атадан балаға мирас болған, беташар деген дәстүрмен жалғасқан осы ауланасы тойда сіздердің қошеметтеріңізбен ақ келініміздің, жас келініміздің бетін ашуға рұқсат етіңіздер. Bir қошемет болсын бәрекелді. О ағайын, құтты болсын тойларыңыз, осынау көптен күткен ойларыңыз. Жүрушін Асылханды үйленетті, болған соң үйімізді бойдағымыз. Ей Асылхан, жеттің міне арманыңай, іліпсің бір сұлуды қармағыңай. Әйелді бассам деген атам қазақ, бұл сөздің түсінесің салмағына ой. Біреулер үйленгенді міндет көрер, біреулер үйленгенді құрмет көрер. Негізі әйел алған жақсы емес пе, жайлап келіп тірлігін тірнектерер. Жыл көрпенің астында сұлу қыз бер, жыр-жылы болып жатқандай кім жек көреді ай. Ай, қошемет болыңыздар керек. Шарысы бұл тойларда жорға желмен, Алла қолдап қауыштым ауарда келмен. Ай, бәрекелді. Тарта жүрді тартайын тарту едім, шалдардың қамшысындай талдап өргенім. Келбеті Алатаудың бауырынай, шабайын қамшы салмай сауырым-ай. Ордан елдің текті қызы шыққан екен, шуалының нәргескендей нарылын-ай. Ай, бәрекелді. Бұлбұл менен дүлдүлдің бәрін жидым, осындайды көрді
Assalamualaikum amandastım. Şinalan olsun toyga kavmına Hayda gene. Seni kullanımına hoşum edip koyunuzlar gene. Tandaydan şu tөгülsü takıldagan atadan asıp duvar akıldadan. Hayda. Ağayın körümdüktü ayamanlar iğrenip жатқан кезде батыр балаң. Үйленіп жатқан кезде батыр балаң. Шабалақтар соғылса екен шақылдаған Үйленіп жатқан кезде батыр балаң. Шапалақтар соғылса екен шақылдаған. Шапалақ ұрмай отқан жас қыздардың жігіттері басқа қызды сүйсін деймін. Шапалақ ұрмай отқан жігіттердің қыздары байға кетіп қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан ағаларының правасынан айырылып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелердің ағаларын бір-бір шапалақ салсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан аталардың пенсиясы қысқарып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан апалардың шалдары бір-бір тоқал алсын деймін. Шапалақ ұрып отқан ағайынға әрқашан той мереке болсын деймін. Bir сәлем бізді сүйген тыңдарманға, бір сәлем шапалағын ұрғандарға. Hayda! Ал енді бір сәлем сал осындағы шапалағын ұрсам ба деп тұрғандарға. Шапалақ ұрғанның ау несі айып, бүгін міне Әсет ағам той қылғанда. Әсет ағамның отбасына қошемет екен. Келін жан белгілі ғой шамажайың, көмейден көтерілсін қамажайың. Hayda! Асылхан сенің майыспас қарағайың, сен боларсың бой түзеген балақайың. Жармасып етегіне жүре берсең, көрсетеді ол Анталияның жағажайын. Hey бәрекелді! 30 жылың болғанша шалың болсын, Анда-санда бұзатып ауа райын. Асылхан балам бүгін шаңырақ көтерді ғой. Оян қазақ дегенде бір жақыптар. Отау құрып от жаққаның дұрыс бопты, қызғумен өткізген шет құр уақыттар. Бірақ жания болғаннан соң кейбір кезде сылдырайды ытсаяқ шылғасықтар. Сол кезде Асылхан балам келін жанға ұрса көрме, сабырменен сүйіктіге тіл қатып қал. Қалай ғана қошемет ұрмайсыңдар, қосылып жатқан кезде шыңғаштар. қалайша жырдың таны атпай қалсың, шабыт келсе қалайша артпайларсың. Ей бәрекелді! Жас келінге шапалақты ұрмағандар алған кредиттерін жаппай қалсын. Шапалақ ұрып отқан аталарым, сиреген орталарың топқа айналсын. Ей бәрекелді! Шапалақ ұрып отқан апаларым, әрбір қадамдарың баққа айналсын. Ейді! Шапалақ ұрып отқан ағаларым, маңдайдағы жұлдыздарың отқа айналсын. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелерім, күйеулерім бір аптадан таппай қалсын. Қол соғып қошемет отырайық айдам. Айналайын атпақ келін, өзіңе арнайын чоң тақпақ келін. Ей қошемет кәрген! Ақындардың ауыздары дуалы ғой, айтқаныңды алғайсың ау жаттап келін. Келін болып келдің міне осы үйге, осы үйдің құт береке бақтап келін. Ағайынның арасына өсек тасып, атанып жүрмегесін шақпақ келін. Ейді! Шетелдің қыздарына еліктемей, қазақшалап баланы сен көп тап келін. Аяғынан келіннің деген халқым, басыңа бас қосылсын, әппақ келін. Тебіренген әруақ дүние әлеміңдай, тақылда жер қойныңдай тәрегіңдай. Бір шығар сол дақылдан өзің көрген ақ келін бастаған ел сәлеміңдай. Алаш
Bütün köşeklerin tangap tanga, şınağı şırşırlaytın tangap tanga. Kişi gütken kündün belgesinde, şişiri şalgarlarına şarbat barmay. Ular gütken günüge kıymay kıymay, ömrüm Kuday kaytır çalgap tangay. Babamın bir başı yıl jatırdı, ornынан jatırdı, ağlap düşüva ye 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 ye. Can жақсылапты сәлемдерге, осы өлеттегі жалғы әруақтарға Бәрекелді. Абай атамыздың кереметтей сөзі бар екен, өлді деуге болама, өлмей тұғын артында із қалдырған дейді. Бүгінгі таңда мінекей Олжабаевтардың әулеті тамырына тамыры байланып, мінекей мәуелі бәйтеректей өсіп өніп жатқан жағдайы бар. Дегенмен өлі разы болмай, тірі баймайды деген керемет аталы қазақтың сөзімен мынау әруақтарды аталарымыздың атына атап өтсек, Олжабай атамыз өткен екен бұл өмірден, жатқан жер жайлы болсын. Нұрмахан атамыз, Айдана апамыз, Марат аталарымыздың жатқан жер жайлы болсын. Алла тағала рахметіне бөлесін, пайғамбарымыздың шапағатына бөленсін. Ал, олай болса, келесі кезекте ақсақал аталарымыз, кәнеке ақжаулықты аналарымыз дайын тұрыңыздар. Жас келіміздің, ақ келіміздің көрімдігін салуға келгенде ортаға жақсылап билеп келіп саламыз кәнеке. Асқар тау айналайын аталарың, балаға қабыл әркез баталарың. Көңілден арман дүней жырым қандай, көңілі біразілге бұрылғандай. Биташар кәсібі ойшырауларды, келінің ақ босаға аттағандай. Келін жан жақсылап бір сәлем берген, осы әулеттегі ақсақал аталарға айналдым ана деген шәріптен, кебреніп қуат алып шалып мен. Бойыма қажымайтын қанат бердің, өзіңсіз биіктерге ұшамын мен. Келін жан жақсылап бір сәлем берген, осы әулеттегі ақжаулықты апаларға Бәрекелді. Ендеше осы әулеттің апасы, бәрімізге пана болған Базаркүлдей апамызға арнайы бірінші сәлем. Арысбүгі апамызға, Айтөрі мен Ұлжандай атапаларымызға, Бекболат пен Сағаткүл, Жетпіс пен Ризагүл, Талапбек пен Нұрбала, Алтынбек пен Ұлбала, Мейірман мен Ұлбеке, Мейрамкүл, Апсамат, Бақыт, Арыспақ, Санағат атапаларымызға, Бақтыбек Гүлшара, Талғат Назгүл, Балабек, Айелмира, Райхан, Мұхан, Қымбат, Гауқар апаталарымызға, Қуат, Қамажай, Ерлан, Марзия, Әбілсейт, Феруза, Зият, Ләзат, Әстай, Рауза, Бекқали, Бақыткүл, Жүзімкүл, Бейбігүл сынды ата апаларымызға бір сәлем кәнігі. Кәнігі, ортаға билет келеміз. Қошамет апайы! Қайда! Аталарымыз бүгін атыналарымыз кәнігі. Қошамет кәнігі. Билет келеміз. Бәрекелді, тойып тұрысы құрметті. Atalarına koşun. Бәрекелді. Ай бәрекелді, мінеки байқап отырсаңыздар, келінге көрімдікке салуға Базаркүл апамыз орнынан тұрып жүріп кетті. Бәрекелді, қошемет көрсет қойсаңыздар болады. Қошеметтеріңіз кәнігі. Мінеки қуанышты күндері осындай көп болсын. Әрбір қазақ отбасына осындай кереметтей той нәсіп етсін Алла. Ал ағайдар енді бір тойда отырғандай көңілді болып, қошеметті болып жүрек. Ағайын, ағайын, бір кәдемеу жарайын, келін ашып келіннің, көрімдігін алайын. Айналайын ақ келін, ағайынға бақ келін, құтты болсын қадамын, береке ап келген, шалқынып бүгін той қылған, әсет деген атаң бар, жанында жүрген шайқалып, Хорлан атты апаң бар, бір басы екеу болып жатқан, асыл қандай ұлы бар, тойларын тойға ұласып, жиналып келген жараңдар. Асыл қандай ұлыңмен халқыңның арсың дәулеті, Айгерімдей келінмен үйіңнің келсін сәулеті.
Жақсы келін келіпті, оң аяқпен еніпті, тойларын тойына ұласты. Олжабаевтар әулетіні бір қошығын қояқшы. Олжабаевтар әулеті тамырымен тен. Олжабаевтар әулеті еліп бір сәлем ете қойыншы. Келін жан. Ай бәрекелді. Әсет ағамызға арнайы әніміз бар кәнеке тағы да. Ай кеттік алды. Қошемет, 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 қошемет. Ауылымызда сыйладам, кім білмейді анаңды. Жүрген жері береке, бермейді ешкім қартайды. Өзім түсіп қарадым, болды мынау мәз отан. Әсіресе дән риза, өз қамқорын қайнатам. Осы ауылдың ағасы, асқар таудай панасы. Үй болды деп құлыным, жайрандауын қарашы. Елдің даңқын асырған, қайнатам бір асыл жан. Аярым жоқ болған деп, осы тойға шашылған. Берген ақыл кенесі, нұрландырар санаңды. Сен жұмысқа кеткендей, бағып қалар балаңды. Әрқашанда жанашыр, әрбірісі өнеге. Келін жаман болмасын, тартып тусаң енеге. Тірлікке көзі тоймаған, баланың қамын ойлаған. Келінді болды балам деп, ақ пейілмен жағылған. Орамалы желбіреп, қошанары мөлдіреп, шашуын алып жүгірген. Күткен келін келді деп, келін жан. Осында қуанып жүрген қайнатаңызбен енеңізге иіліп бір сәлем ете қойыңызшы. Ай бәрекелді. Келін жанның алдындай қайнатасы, әсет қайнатасына және де Хорланда енеңізге иіліп тағы да бір сәлем ете қойыңызшы. Қошемет ағайын кәнеке. Нағашылар дайын сынайық кәнеке. Нағашылар бар ма? Даусымызды көтеріп айқайлап қояйық кәнеке. Қошемет. Ай бәрекелді. Қошемет кәнеке. Тойға келді нағашы, мырза екен ағасы. Көрімдігі доллармен артық туған данасы. Құрметпенен сәлемет, сәлеміңді әдемет. Енді еліп сәлемет, нағашыларға бір сәлем. Алыс ауыл арасын, жақын қылған нағашың. Ағайынның арасын, жату қылған нағашың. Нағашыны көрейік, қуанғанын білейік. Жақсылығын тойларды нағашыға да тілейік. Кәні келін сәлемет, сәлеміңді әдемет. Енді еліп сәлемет, нағашыларға бір сәлем ете қойген. Ай бәрекелді. Ай бәрекелді, жеңге тірек нағашы, қымбат қой оның әркез бағасы. Анамнан аумай қалған қой жүзіне оның қарашы деп бүгінгі таңдағы нағашылар мен жиендердің басын бастап келіп отырған Жәнкүл апамызға бір сәлем. Нұрбол мен Олпан, Айгелді мен Қалбикеге бір сәлем. Гауһардай, сұлу шаштай, Ботадай, Ғалиядай, Анипадай нағашылар жиендерге бір сәлем. Қайрат пен Гүлнарға, Манат пен Алтынайға, Санат пен Қарлығаш, Нұрболат пен Айжан, Күміс апамызға бір сәлем. Қолдасбек Айгүл, Жазылбек Ләззат, Аслан Сандуғаш, Әсел Ермек Лаура, Руслан Аида, Руслан Ұлдана, Боранбек Ақмарал Мұрат Рабия, Бағлан Жазира, Нұргелді Айгерім Жолдыбай Айша, Нұрмат Раушан, Әділхан Анапия, Рауан Жиен дейді. Қуаныш Дәурен Нұрзат Қалмахан, Қалмырзасынды нағашы Жиен. Жаңыл апамыз бар екен, тағы да ерекше Жаңыл апамызға бір сәлем жасап қойыңыздар керек. Нағашылар мен жиендерге бір сәлем, биліктеріңіздер керек. Той құтты болсын. Миллион таңдағанымсың, жүрегіммен сүйген салған әнімсің. Қыз ішімде миллион таңдағанымсың, Керемет. Нағашылар қошемет. Нағашылар жасалсын. Жиендер, нағашылар және де жиендер. Жиендер, нағашылар. Жиендерге әдемелер, сәлем етелер. Келін жаңғарып. Нағашылар да. Келін жанның алдында жиген нағашылары.
Hay jiyindirmin ağaçlar. Ay bereketli. Jiyin ağaçlar. Mine kimdi iki bulayam Min arkalı sen anamday anam olasın Siladım, siladım, çürüğümdü siladım Ay bereketli. Kelince bunun altından ağaçı Ay jiyindirmiş. bereketli. İyilik bir selimeti koyuştu. Kelin canının altından ağaçı jiyindirmiş. Caz kelinin tağı bir selimeti. Ay götürüyor. Aldas koşuyor dayıtıraya bereketli. Ağlasın cansısı, tuzkandan uzadı. Kıyınlıkta toyda da, sizge olun sozadı. Kıyamette görürsün, begin halkım görüşülür. Ah gönülde ak bir özünden günde görürsün. Kadamına kutludur, bir Allah'a sığınır. Görüşülürge yerinde, senin salşav iyiler. Kanıkinin serini, seriminde edimi. Yendiğinin serimler, avuldas görüşülürge iyilik bir selimini var. Көршіңіз байып жатса, қуаныңыз байығаннан көңілің құламайды. Сізге бір нәрсені бөліп берілмесе де, сізден қол жайып еш нәрсені сұрамайтын ағайыннан асатын көршілеріміз Әл-Жапар атамыз бен Нағима апамызға бір сәлем. Сейіт атамыз бен Клара апамызға, Олдар апамызға, Назипа апамызға, Бақытгүл апамызға, Сара апамызға, Айша апамызға, Алия апамызға, Ханымгүл апамызға, Фатима, Асқар, Жұмагүл, Бақан, Бибайша, Ғалымтай, Фатима, Сенбек, Батыр, Салтанат, Бақтыбай, Бақытгүл, Мәлік, Салтанат, Керімбек, Динара, Рысдәулет, Жанар, Рүстем, Сафаргүл, Ерлан, Әсел, Әли Айдар, Ләзат, Жандос, Гүлмира, Жандос, Сәния, Нұрлыбек, Мақпал, Алтай, Нұргүл, Нұржігіт, Айнұр, Орынбек, Айгерім сынды ауылдас көршілерге бір сәлем, құрметті ағайындар. Ауылдас көршілер билеп келеміз кәнеге. Хайда. Ауылдас көршілер қайда екен, апаларымыз қайда екен. Бәрекелді. Рахмет, мінеке осындай көршілер аман болсын. Және де осындағы бостандық, бірлесу еңбек, Тараз, Қайрат, Бурныйдан келген осы ағайын туыс байтаналары бар екен. Сол кісілерге арнайы бір сәлем жасап қойайын алайын Келімжан. Мақсұт, Бек, Сәрсен, Оштай, Мұхамеджан, Жеңіс, Дәулет, Досымбек, Бағдат, Нұрбол, Нұргелді, Бақтияр, Жомарт, Өмірбай, Зағира, Рәсілхан, Қымбат, Нұржан, Ләзат, Бақтыбай, Бақытгүл, Досжан, байтаналардың төрағасы дейді. Сәрсен, Ғайша, Ерғали, Шарипа, Ерлан сынды, Мұратхан сынды, бірлесу бостандық, Тараз, Қайрат, Бурныйдың байтаналарына әдемілі бір сәлем жасап қойын алайын Келімжан. Қошылет ағайын! Сонымен қатар Әсет ағамыздың жекжаттары, және де сұлужақтары бар екен. Икрам мен Манат бастаған, Айнұр мен Жамбыл, Жолдыз, Мұхит жұбайы мен Рахым, Бакира, Әсет жұбайы мен Қайырғазы мен Жазира, Ербол сынды жекжат Әсет ағамыздың сұлужақтары бар екен. Және де шаруа қожалығы мектеп ұжымы Сейіт пен Айгүл бастаған, Ербол мен Нона, Мейірбек пен Майра, Олжас пен Арай, Майра, Ғазиз, Жасулан, Ержан, Ләзат, Толик, Ардақ, Толик ағамызға арнайы бір сәлем, Ардақ жеңешеміз екеуіне. Нұржан мен Айжан, Әлібек ағаларымызға арнайы бір сәлем кәнеге жақсылап тұрып. Толик ағам арнайы бір сәлем кәнеге. Толик ағам бақсы көз алмайды, біздің ағамызға салады кәнеге. Қашымет! Қашымет кәнеге.
Сұлужақтар, рахмет, достар, рахмет сіздерге. Іштеріңіз пысып қалған екен, 3-4 суреттеріңіз жымиып тұрып әдемі биді көрсетіп жатыр. Рахмет сіздерге. Карантин кезінде әбден биді сағынып қалыпсыздар. Әпке-шешелер дайын болыңыздар. Әпке-шешелер кәніге. Топ кетседе жан шықтық, үйге осы көп келер. Ата-енеңнің өрісі, айдай сұлу ат келер. Айналайын ат келер, жанашырың боп келер. Жана отау жасадың, айтқызбай-ақ ат келер. Анау тұрған жезделер, сәлем салар кез келер. Мақтап қойсаң шетінен, көрімдігін тез берер. Жезделерге сенгенбіз, жезделерге ергенбіз. Солар аман болсын деп, ат келерді бергенбіз. Жезде деген халық бар, арақ ішсе шалықтар. Тіл алмаса жезденің, құлағын кесіп алып қал. Кәні келін сәлемет, сәлеміңді әдемет. Енді еліп сәлемет, атке жезделерге иіліп бір сәлемет ағай. Бәрекелді, қошемет ағайым. Бәрекелді, рахмет. Ендеше Тілеубай жездемізге арнайы бір сәлем. Айымгүл әпкемізге арнайы бір сәлем. Майыр әпкемізге арнайы бір сәлем. Және де осындағы құдай қосқан көршілі құдалар бар екен, 1000 жылдық құдалар бар екен. Нұргүл құдағи, Асан құда, Борангүл құдағи, Қали, Жадыра сынды және де қыздарымыз бар екен. Динара құдаша, Ринат, Сымбат, Ербол, Жазира, Марат, Сабира, Бекзат, Набира, Елдос, Айзада, Дулат, Аида, Ермұхан, Айдана, Берікқали, Индира, Дастан, Манзур сынды әпке жезделерге, құда-құдағиларға, қыздарға бір сәлем. Әпкелер, жезделер кәніге. Рахмет, ағасы рахмет, Қорлан жеңеше рахмет сізге, келіп түсіріп атсыз, рахмет сізге, қуанышыңызды елмен бөлісіп жатырсыз. Енді құрметті ағалар, құрметті жеңгелер, бүгінгі таңда мынау Әсет ағамыздың тайғұлындай тебісіп өскен, бала кезден бірге өскен құрбы құрдастары бар екен. Сол кісілерге де жақсылап тұрып арнайы сәлем салғызайық. Өздеріңнен жоқ достар жасырарым, жайқалтыңдар жанымның жапырағын. Мен бүгін өздеріңнен қуат алып, ойға, ақыл, ойға күш шақырам деп мінекей Әсет ағамыз құрдастарының арқасында марқайып төбес көкке бір ел жетпей тұр. Ендеше Дүйсенғали мен Айгүл жеңгеміз шақырайық екен, бір сәлем. Дүйсенғали мен Айгүл қайда екен? Нұргелді мен Ашарға бір сәлем. Жанабек пен Розаға бір сәлем. Керімсал мен Данияға 2 сәлем. Ақыл мен Зәуреге 3 сәлем. Бақтыбек пен Елмираға 1 сәлем. Қали, Гүлзия, Ербол, Дамира, Айзат, Раушан, Ғалым, Зәуре, Ырысқали, Гүлбақыт, Ербол, Жақсыгүл, Сағынғали, Толқын, Мәди, Райхан, Серік, Гаухар, Ермахан, Назира, Бекжан, Жақсыгүл, Ербол, Қарлығаш сынды құрбы құрдастарға бір сәлем кәнеке жақсы билеп келейік. Құрбы құрдастар қайда екен? Айқай шу қайда құрбы құрдастар? Билеп келейік кәнеке. Жақсы билеп келеміз. Қайда екен құрбы құрдастар? Кәнеке құрбы құрдастар қайда екен? Жетсекінен давай кәнеке. Жетсекінен дей қайда? Әсет ағамыздың құрдастары жасасын.
келіп қалған екенсіздер, рахмет құрбы құрдастар. Бәрекелді. Мынау жаңадан цементтеген жер теш жіберейін деп тұрсыздар ғой, қазір 5 минут бей берсем. Бәрекелді, рахмет. Ендеше осындағы айналайын аңқылдаған ағаларым, сағынсам іздеп барар паналарым, ініңе ізіңдегі қарап жүр деп қалдырған өздеріңді бабаларым деп айтатындай қайнаға мен абысындар бар екен. Қайнағалардың басын бастап келіп отырған Бақыт пен Гүлсараға арнайы бір сәлем, Рахым мен Айнұрға арнайы бір сәлем, Нұрмат пен Гүлзахира, Бақтияр мен Нұризат, Ғани мен Арайлым, Жуаныш Гүлзат, Қуаныш Сандуғаш, Ғабит Жібек, Қанат Әсем Сәбит, Арай Данияр Сәбит Мариям, Ғалым Әсем Ерсұлтан Арайлым Ильяс Мөлдір, Нұрсұлтан Жансая Нұрдәулет Райхан Ғабит Күлжамал, Асхат Ғалия Рахат Нұрипа сынды қайнағалар мен абысындарға бір сәлем кәнеке. Кәнеке ағалар қайда екен? Жеңгелер қайда екен? Абысындар қайда екен? Хоп, хоп. Ey, қошемет кәнеке. Рахмет. Ағайын тату болса ат көп дейді, абысын тату болса ас көп дейді. Қазіргінің мақалында былай дейді, ағайын тату болса есек ортақ, абысын тату болса өсек ортақ дейді. Өсектерге жарасқан абысын болу берді, Алла нәсіп етсін сіздерге. Енді кезекте осындағы мынау қарындас іні бауырлар бар екен. Қайынталды орманың болған, сен де абысын боларсың, ойластырғым сол жағын деп мынау біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттаны кешегі өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы деп мынау қайындарыңыз бен қайынсіңлерді ортаға шақырайық. Мынау 1000 қазаққа татитындай бауыржандай батырды баптай білген, 800 қазаққа татитындай Шерхандай ғұлама жазушыны ширата білген, 500 қазаққа татитындай Ертаевтай Ералды ерге отырғызған, 400 қазаққа татитындай Елікбай Исаевтай Шәмше Ахмедовадай композиторларды түлетіп ұшырған, 300 қазаққа татитындай Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаевтай азаматымызды тұғырдан көрсете білген, тағысын тағы айта берсең, тайғұлынды тұлпар, балапанды сұңқар еткен киелі мекеннен түлеп ұшқан бүгінгі таңдағы қайындар мен қайынсіңлер, бұлар біздің Құдай қаласа жаңа заказдарымыз ғой. Ендеше ортаға Алихан өзім үйленсем, сізді бет ашарға шақырам деп бағана маған сөз берген. Алиханға бір сәлем. Қошемет кәнеке, қайындарда. Аялдымға бір сәлем. Алтынайға 2 сәлем. Құралай, Үміт, Ұлан, Айсұлу, Ұлдана, Рамазан, Руслан, Ералхан, Альмира, Айсезім, Гүлназ, Ерке, Айым, Нұртілеу, Диас, Мирас, Нұрлыхан, Бағдәулет, Мейірім, Гүлфайруз, Нұриддин, Аяру, Алинұр, Бекнұр, Сезім, Еркежан, Олжасқа арнайы 3 сәлем. Мөлдір, Алуа, Жүсіп, Шапағат, Шұғыла, Аслан, Айбар, Айнамгөз, Жәудір, Айылын, Айсұлтан, Расул, Қуандық, Алсу, Арнұр, Әділхан, Нұрасыл, Анел, Арай, Арсен, Мансур, Айзере, Айша, Үнжу сынды қайындар мен қайынсіңлерге бір сәлем. Билейміз кәнеке, бір болашақ білден ғой кәнеке. Ертең үйленеді осылар. Шіркін қошемет ұтпаяшы бүлдіршіндерге кәнеке. Балдарымызға. Кәнеке бір сәлеме. Kәнеке, адам құрбанымен жасайды дейін кәнеке. Бір қошемет ұтпаяшы. Үйлендер сақтасы кәнеке. Кәнеке. Айда, кәнекелді, рахмет. Көз тимес, тығай деп қойыңыздар, 3 рет түкіріңіздер. Рахмет. Енді кезекте осындағы өздеріңнен жоқ достар жасырарым деп мынау досыңды көрсет, кім екеніңді айтайын деген екен Әл-Фараби бабамыз. Сондықтан да мынау
арғы жақта тұрған біреуі очки киіп, біреуі ойланып, біреуі толғанып, біреуі осы үйленуден кейін үйленсем бе деп мынау толғанып тұрған осындағы Асылханның құрдастары, достары бар екен. Ендеше сол жігіттерді ортаға шақырайық кәнекей. Мақсатқа арнайы бір сәлем жасап қояйын алайын келіншек. Мақсат қайда екен? Мақсат билеп келеді. Қазіргі заманда мына құрдастарға қайта салу кәнекей мода болып жатыр. Bir қошемет ұрып қояйық. Құрдастар! Досжанға екі сәлем. Жақсылап билемесе қайтып айтамыз кәнекей. Елдос, Мағжан, Шыңғыс, Асылан, Еркебұлан, Алмат, Нұрғанат, Еламан, Самат, Бақнұр, Бақыт, Ерболат, Нартай, Мұхтар, Жұмабай, Думан, Асқар, Ералы, Нұртілеу, Әлнұр, Ырысбек, Бауыржан, Ахмет, Қанат, Өстемір, Мұқағали, Алихан, Бегарыс, Нұрым, Қайсар, Айдос, Димош, Руслан сынды достарына бір сәлем. Билеп қояйық енді, айқай шүйді салып қояйық кәнекей. Құрдастар, Асылханның достары кәнекей. Қарап тұрсам тағы өмірдің көп қойсаңы İyi kayda kәнекей. Керемет, ой, молодец. Құрдастар шына сөз қойсаңа. Қошемет. Жастарға қошемет көрсетіп қояйық кәнекей. Осы роман болса, қазақтың тойын өткізеді кәнекей. Dostlarım benim zalatoy Bavullarım darı darı koy Takşıkın kaşık koy Vardan. Hey dostlar gelecek kәнекей. Ay қошемет көрсетіп қояйық кәнекей. Рахмет. Я мынау жастарға рахмет айтам, бірақ мынау екі сақалды жігіт түгі ұяты жоқ екен айналайын бірақ. Сақалдарын салып сөйтіп бір ақсақалдар билеп жүрген сияқты кәдімгідей. Рахмет, бірақ ниеттерін түзу екен. Ал енді құрметті ағайындар, ортаға мен осы бүгінгі таңда ақ келінді өзіндік жары етіп түсірген ұлдарыңыз шақырғалы тұрмын. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен Асылхан бауырымызды ортаға шақырайық кәнекей. Асылханға қошемет кәнекей. Рахмет. Менің құлағым өте жақсы естиді. Мына сіздер ойладыңыздар ғой, мына жерде жеңгеміз билеп қарсы алып бұлай апарды деп. Жоқ, айтып жатыр баласына, қатынды бастан деген балам, қатынды бастан деген деп. Hey қошемет кәнекей. Құтты болсын. Мына жаққа кел, оң жаққа кел. Құрметті ағайындар, мынау Европа мемлекеттерінде әйел баласына құрмет көрсеткен, әйел баласын сыйлайтын, тойға барғанда бірінші өзі отырмай, әйелін отырғызып, дастарханнан анау мынау салып беріп, әйеліне асты үстіне түсетін еркекті Европа мемлекеттерінде джентльмен дейді екен. Ал қазақтарда тура әйелге солай қызмет көрсетсең, дуаланған дейді екен ғой. Ендеше құрметті ағайындар, мынау Асылхан бауырымыз Құдай қаласа қосағымен қосағарсын. Мынау Асылханнан сұрайықшы, үйленген қандай екен, жақсы ма екен? Көре жатармыз дейді. Нағыз еркек. Егер басқа сөз айтқанда сіздер күлетін едіңіздер, көре жатармыз деді ғой. Ал енді құрметті ағайындар, мынау бүгінгі таңда ақ келіннің бетін ашуға осындағы біздің әулетіміздің үлкені, осы шамшырағы болған асыл әжем, ғасыр әжем аңсаған, сағынышым сары ормандай самсаған, әке болып жүргенімді ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған деп мына Әсет ағамыз бүгін таңда ата болғанына қарамастан, мына бүгінгі
анасын жәннаттың кілті аналардың аяғының астында деп бүгінгі таңда мынау жас келіннің бетін ашуға осындағы Базаркүл апамызды алдыртайын деп жатыр. Бір қошеметтеріңіз болсын. Ай, бәрекелді ағайындар. Бір қошемет болсын. Бәрекелді. Бәрекелді. Шапылақ аямаңыздар, қошемет аямаңыздар. Қошемет. Шашу жатыр жеңгелеріміз. Шашудан алыңыздар, құрметті ағайындар, тойларыңыз құтты болсын. Ай, бәрекелді. Hayda, şaşmadan alınızlar. Ay, bәрекелді. Ay, bәрекелді. Бәрекелді. Бәрекелді. Құрметті ағайындар, рахмет. 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 Осындай той көріңіздер сіздерде. Мынау бір апамызға кәмпит жетпей қалып беріңіздерші. Өкпелеп кетіп қалу мүмкін. Ал енді құрметті ағайын, келіннің бетін кім ашса сол ыстық болады дейді. Бүгінгі таңда қос енесі, үлкен енесі мен кіші енесі бетін ашып жағдайды жасап жатыр. Ендеше мінекей ақ келінді, бақ келін деп маңдайынан сүйіп, мынау біздің атадан балаға мирас болып келіп отырған оқтайды тапсыру өз енесіне беріледі. Ай, бәрекелді. 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 Рахмет. Мынау наконец-то деген сөз бар ғой. Наконец-то қорлан әпкеміз, жеңгеміз бет ашып оқтай тапсырғанына қуанып жүр ғой, Құдай-ау. Бәрекелді. Ендеше құрметті ағайындар, мынау бүгінгі түскен келініміз құтты болсын. Домбыраның қос шегіндей әнімен мәні жарасқан, баянның шектеріндей, пернелеріндей өбірлі шүбірлі болсын деп, келесі арғарата жалғастыратын Абылай ұлдарыңызға тапсырсам деп отырмын тізгенді. Бұлай болса Асылхан ортаға қарай кел. Асылхан балам, бүгіннен бастап алыс жақынды білген күнің, артта қалды бойдақ болып жүрген күнің. Шын жүректен мынау жарқын триосының атынан құттықтаймын. Құтты болсын. Казаққа кірген күн деп қояйын бір көшелет. Олай болса бағанан бері ақ келіміздің, жас келіміздің көрімдігін мынау 2 жасқа ұсынайын. 1 жыл емес, 1 ай емес, 1 сағат тапқан ақшаларың осындай болсын. Несібелерің көп болсын кәнекей. Ол мен айтқан кез. Алан абысындар сіздерге рұқсат анау кете берсеңіздер болады. Асылхан кішкене келіннің қасына тұрса жақын. Аха, жақын тұр. Ана келіннің қолынан ұста, қолынан. Асылхан келіннің қолынан ұстап тұр, аха. Қолынан ұстап ал. Тоғырды ма? Қалай екен Асылхан? Нормальды ма үйленген? Болады, я. Басында осылай нормально болады екен ағайдар. Потом привыкаешь дейді. Потом как всегда болып қалады екен. Зато 20 жылдан кейін екеуі бір-бірінсіз өмір сүремей қалады екен. Ағайдар осы 2 жасқа сон жасын деп бір қол соғып қошемет қылып отырайықшы бір тойда отырғандай. Ай, бәрекелді. Олай болса, ардақты ағайындар, жас келіннің, ақ келіннің бір дауысын естейік. Дауысын шығарғанда бір қошемет ұрып қояйық. Жас келіннің атыңыз кім болады? Әйгерім дегенге бір қошемет кәнеге. Ал, Әйгерім келін. Қай елдің қызы боласың? Қожық елімен құда болмады дегеніміз бір қошемет кәнеге. Ал, бұлай болса. Ал ендеше құрметті ағайындар, атадан балаға мирас болып келе жатқан кереметтей дүние, келесі эстафетаны біз тапсырамыз осындағы Айымкүл апамыздың үйіндегі ұлдары үйленсін деп қошемет көрсетіп қояйық кәнеге. Қазақ тойының бес жұмысты болсын дейді. Қазақ ырымшылық кәнеге. Әй қошемет, дейін қайда. Керемет, Асылхан бері қарай жүрді. Ал Келінжанға Асылханға жақсылап бір сәлем етіп қой енді. Жақсылап бір сәлем етіп қой. Асылхан басын ит берме енді шығарып алма, бір қошемет ұрып қояйық кәнеке. Ал
Betaşarımız ары қарай жалғасын табады, беймен жалғасын табады, екі жасты жақсылап, қошеметпен шығарып солайық жас келінді. Жақсылап ортада билейік кәнекей. Ал, анау. Ай берекелі тойларыңыз құтты болсын, ортада би сіздер үшін кәнекей. Ағайын дос бауырлар келіңіздер. Ömrümdü koysanı Kızıktın yolda bere 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 Arap dursun tağı Dostlarım ömür seni Aman olsun bere 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 Şuyrum benim balador Dostlarım benim salador Bavullarım var karakol Takşıdım karşılık koy Şuyrum benim balador Dostlarım benim salador Bavullarım var karakol Kiss